Мынау кәдімгідей живой пальма. Ошым Түркістанда ботаникалық саябақ бар екен осындай. Ашылыпты. Алтыншы болып өзің өнер көрсетіп шықтың. Қалай өз өнерің өзіңнің көңілінен шықты ма? Өз өнерім өзім көңілмен кішкене шыққан жоқ, шыны керек. Шынымен мен негізі билерім болған. Бірақ енді жылан кішкене көрген шығарса, кішкене қылқындырғаннан кейін движенияларымды істей алмай қалдым да. Комплекстеріңді әзіл арқылы жеткізгендей болдың. Иә, әзіл арқылы жеткіздім. Енді комплекстарым деп айтпаймын. Енді айтылатын сөздер болады ғой. Соны жеткіздім. Но цел маған өте қатты ұнады. Ең қорқынышты жыланнан қатты қорқамын ғой. Сол қорқынышымды жеңдім. Өзіне қатты таң қалып отырмын ше. Бала кезде мына образды барлықтан көргенсіңдер, әсіресе жігіттер. Тұрыңызшы орныңыздан Гаухар ханым. Анау ерінмен Нария-мега деп басталып қалатын жаңа коттеджде сондай образда отырды әтесіздікі. Бүйтіп қойыңызшы кән. Ой, бүйтсеңші. Мынандай дауыс болмаған шығар енді. Бүйтсеңші. Ай, міне. Сонда Нария-мега деп басталады. Арғы бетінен мұғалім болып шығып қалатын кісілер бар ғой. Өте қатты жылауым келіп тұр. Өз өнерің өзің көңілінен шықты ма? Жоқ, өйткені мен басында басталайын деп жатқан кезде бір айна құлап сынды да. Соған мен қатты, өйткені каждый айнаның қасына келіп бір өзінің определенный диалогы болу керек еді. Фокус сол жаққа кетіп қалды ма? Фокус сол жаққа кетіп қалды. Мен қандай тексті не айтып не қойғанымды білмей қалдым. Қатты қобалжып, дірілдеп, соңында жылауға дейін бардым деді. Екі красавчикті көргенсіздер ма? Жаңа куртка киіп алды екеуі де. Жаңа шапка, но истиратын еді ғой вроде. Мен айтып жүрші, соңғы кездері. Жаным бешбармағы қалай екен, ас болсын. Зазыра бешбармағы қатты ұнайды. Қамыр жейді. Қамыр дәмді ғой. Иә, ас болсын асырға да ұнайды. Асыр осындай ауырса, қамыр дегенді жақсы көреді. Мен бір қызбен TikTok болмаса бір Reels видео түсірсем, ол не значит то, что мен біреуді сезімім бар, болмаса басқаша деген әңгіме. Менікі тек қолдау, поддерживать ету, жаңағыдай көмек қой былай айтқанда. Сол қай жерден шыққан адамдар екен мынау адамдар деген толы деген звук қой жерсе бәә дейтін ше. қалай Бәә дейтін. адам көп. Мен келмегеніме 1,5 жылдай болып қапты эфирға. Өзгеріп кетіпті бірақ студия әдемі болып кетіпті. Халқым қалайсыздар? Ұйқымды бөлдім. Неге? Потому что мынандай завтрак үшін ғана. Басқа ешқандай себеп жоқ. Значит, еще прямой алдыңдан дайындап береді. Можно мне тоже омлет? Ана, все перемешивают. Андай вот. Русский скончался, короче. В общем, қазір мен дастарханды көрсетемін сіздерге. Короче, осындай кішкене сладкий-младкий алдым да. И омлет, чай, обычный суп. Бақыттан басы айналып жүрген әже. Әже тұртай десейші. Әже. Әлемнің әжесі. Мына жақта Дикош зажигает. Ой, молодец. Мына Дамирдің миын өз қуырады. Мен санап отырайын. Сүйікті енеме дайындаған сыйлығымыз бар. Апа болғаныңыз құтты болсын деп. Өзінің апасына да алған біздің сыйлығымыз бар. Әлемге массаж жасаған кезде сәл бүйт. Андай мамаға ұрысқын келіп кетеді ғой андай. Деп бүйтіп жасайды. Қалай? Жақсы, шүкір. Өте әдемі болып тұрсыз.
Аруна, сізге бір мүмкіндік берсе, тылсым қабілеттердің ішінен қайсысын таңдайтын едіңіз? Уақытты управлять еткім келеді. Неге? Андай бір ошибкалар болады ғой бір адамдармен танысқан кезде, кейбіреулермен бекер танысқан моменттер болады. Соларды мүмкін дұрыстармен деп ойлаймын. В общем, қар болып тұр осындай. Суық. Сразу переход қиын болды негізі. Кішкене үйрен салмай, бір түрлі болып отқаным бар. А так нормально бәрі. Салонға келдім сол.